Проблема негізі қысқаша айтқанда бір ауыз сөзбен бұл қазақтық проблема деп айтуға болады. Біздің бүгінге дейін мысалы жаңағы Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 газеттің редакторымен кездесуін бәріміз оқыдық. Егер көзқарақты оқырман болса, соны оқып шыққан болса, одан түйетін не бар? Біз тек қана оны Қазақстанның күнгейі жағы деп айтуымызға болады. Көлеңкелі еш нәрсесі айтылмаған да, оны тек қана шетелдіктерге арналған сұхбат деп ойлауымызға болады, түсінуімізге болады. Сондықтан менің айтайын дегенім, бізде сөзден гөрі іске көшуіміз керек бірінші. Екінші, қазақтық проблеманы азайтуымыз керек. Қазақтың статусын көтермей еш нәрсе алға жылжымайды. Ақсақалдардан жалпы жастардың өзінің өтінетін өтініштері де бар бұл жерде. Бізде ақсақалдарда ақсақалдық азайып бара жатыр деп ойлаймын. Көп биліктің алдына келгенде жалпақ шешейлікке, екі сөзділікке барады. Ең жақсысы жолды көрсететін ақсақал сіздерсіздер. Сіздер осының бәрін азайтпай, елде береке бірлік болмақ.